Анимациялық қазақ ертегісін қалай жасаймыз? Ол үшін Canva программасына кіріп тіркеліп, видео YouTube деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін сол жағыңызда волшебные медиафайлы деген батырманы басып, введите более 5 слов деген жерге, мысалы, ертегіңіздің кез келген бір бас жағынан шағын жерін переводтап, орысшаға переводтап аламыз. Сіздің сұрауыңызға байланысты ертегінің желісі бойынша осындай суреттер тауып береді. Осылай 4 сурет тауып береді. 4-еуінің қайсысы ұнаса, соны қойсаңыздар болады. Келесте тағы да осындай бұл сурет ұнамаса, басқасын қойсаңыздар болады. Енді ортасына анимацияларды қойсаңыз болады. Ертегінің желісі бойынша қасқырлардың суретін табу керек. Енді осы жерден тағы да белгілеп аламыз да, оны тағы да орысшаға переводтап іздейтін боламыз. Сол оқиғаның желісі бойынша суретті тауып беретін болады. Мінекей іздеп жатыр. Бұл сурет ұнамады, енді тағы да бассаңыз болады. Басқасын тауып береді. Әртүрлі балалардың мына сұраған сұрақтың басқаша етіп жазсаңыздар болады. Мысалы, қазақтың батыр жігіті деп іздесеңіздер болады. Дәл солай болмаса да, соған ұқсас суреттерді тауып береді. Мінекей. Астың жағында үйректердің суреті тұр. Ол мультфильміңіздің қоятын анимациялық видеоңыздың түрлері қалай болатынын таңдау керек деп тұр. Сол үйректің біреуін таңдайтын боласыз. Мінекей ертегінің желісі бойынша суреттердің барлығын тауып, осы ақ беттерге қоятын боламыз. Ең соңынан ортасына қарай, ортасындағы жолдарын қарап, әдемі қылып жасайтын боламыз. Мінекей бір фотоны видео анимация қылып жасап берді. Барлығында видео қылып жасасаңыздар болады. Мен фото қылып жасап жатырмын. Енді осыны CapCut бағдарламасына салып, монтаждап, аудиосын жазсам болады. Мінекей арасын алшақтатып жақындатсаңыздар да жетіп жатыр. Енді бұл ертегінің атын жазатын боламыз. Мысалы, Ерке батыр ертегісі. Настройкілерін, функцияларын дұрыс қолданып жазсаңыздар болады. Бұны поделиться деген оң жақта батырма бар, соны басып жүктейтін боламыз.